Жаздың ми солқылдатар ыстық күні. Бестің шайын ішкелі жатырғанбыз. Енем мен ерім есігіне торысталған кішкене үйде, мен шай қамымен үлкен үйде едім. Манадан сыртта жүрген атамның кіріп келе жатқанын аңғарып ығыстай бердім. Әшейінде ау балам ау дейтұғын әдетінен жаңылғандай үндемей тіпті мені елемегендей болып ішке өтті. Жүгіріп енеме бардым. Апа, папа келді. Түрі жылаған сияқты, барыңызшы дедім үрке. Тәйт, жылаған нес? Қойшы сен де, түймедейді түйедей қылмасаң жүре алмайсың, деді жарымда. Шын айтамын, баршы сенбесең. Енем аударылып төңкеріліп орнынан көтерілемін дегенше, жақан екі аттап үлкен үйге жетті. Соңын ала бізде бардық. Атам басы салбырап диванда отыр. Жақан не болды деп тізерлей жерге жайғасыпты. Шалау айтсаңшы, балаларды қорқытпай дейді апам. Әй, сен бері кел, отырмында, деп жанын ұрып қойды. Енем әліптің артын күтіп қасына жайғасты. Мен осы уақытқа дейін сені саған жылы сөзі айтпаппын. Бірінші Алла, екінші өсіп өніп, шаңырағым жайма шуақ жылылыққа толып, айрандай ұйып отырғаны сенің арқаң. Біз еркектер мұндай сөзге әуелде жоқпыз ғой. Айтайын саған, ризамын. Әй, не болды сонша? Деді апам енді шын қорқып. Мұндайың жоқ еді. Атам сөзін жалғап. Алладан жалғыз тілегім бар. Сенің алдыңда алсын, соңында қалдырмасын. Балалар мені сенің жамандығыңды көрсетіп, жер бастырмай қойсын, деп қалтасынан ұқыптап бүктелген бет орамалын алып көзін сүртті. Үшеуміз де үнсізбіз. Үнсіздікті атам өзі бұзды. Осы бетте Омардікінен келемін. Ойбу, тірі ма? Аман ба? Тірі болғаны құрсын. Тәйт, оның қалай? Ей, кемпір, сен не білесің? Сендер не білесіңдер? Оның күйін ешкімге бермесін. Атамның досы жайлы енемнен біраз жайға қанықпын. Омар ата мен атам құрдас, дос, замандас, сыныптас. Биіктеу қызметте де бәйге ататындай қатар болды. Ол кісінің де біз секілді екі ұл, бір қызы бар. Үлкені үйленген, әуелден бөлек тұрады. Кенже ұл отбасымен қара шаңырақта. Қыз әлі тұрмыс құрмады. Анасы тірісінде қарағым-ау, жасың келді, күйеуге шықсаңшы десе, мені алатын еркек әлі туылған жоқ деп, әкенің атағына барлықтың буына балқып жүріңкіреп қалды. Бетіне ешкім жел боп тимей өз айтқанымен жүріп үйренген бұлаң бойжеткен шаңырақтағы келінмен кикілжінсіп қалатын. Сайып келгенде анасы қызы жақтап келінге шаңыраққа қара әліңді де біл дейді екен. Зәуре апа дүние салғаннан кейін 4-5 жылдан соң жолдастары өзі қатарлы әйелмен таныстырады. Жасым келгенде күйеуге тегеннес десе де, Омар атамен сөйлесе, білесе келе. Әуелі балалармен танысайын, ризашылықтарын алайық депті. Бұл ақылға Омар ата да келсе кетеді. Жақын бір-екі досын әйелдерімен жинап, дастархан басына әңгіменің басына ашады. Сол кезде 3 баласы 3 жақтан атылып сөз бермей шуласып, әйелі де қонақтарды да үйден қуып шығады. Құрдастары балаларда қызғаныш болады. Ол заңдылық, дегенмен адам ертеңінде ойлаған абзал. Бұлай қылшылдап тұра бермейсің. Қартайғанда жаныңа серік болар, тым құрыса әңгімелесіп шай ішетін, ішкі сыр құсыңмен бөлісетін де адам керек. Балалар бүгін болмаса ертең көнер, түсінер, мойындар деп атаға ой тастаса да ол кісі. Әйелімнен өліде айырылдым. Жасым келгенде балаларымның теріс айналғанын көтере алмаспын, деп соңғы шешімін айтады. Сонымен әңгіме тоқтап, жабулы қазан жабуымен қалады. Артынан жыл соңынан жыл өтіп, Омар ата да қартая бастайды. Жылдан жылға қатарлардың да тобы азайып, баяғыдай емес ұлғайған жастарын сылтауратып бас қосуларды сирей түседі.
Қолында билік тұрғанда 2 дүкен мен 2 май құю бекетін ашып алған. Бір дүкен мен бір бекетті сол жылдары институт бітіріп келген үйленген ұлдың атына, 2-ші дүкен мен май бекетін жұбайы Зәуре апаның атына жазады. Апа көз жұмған соң істі 2-ші ұлы жүргізеді. Жүргізеді деген аты болмаса, бәріне әкесі басшылық етті. Күндердің күнде қызы тіксініп: «Папа, маған үй сатып әпер. Күйеуге шықсам шықтым, шықпасам оны көремін. Сенің балаң емеспін бе? Менің атымда неге ештеңе жоқ?» дейді. Негізі қыз бен келін арасындағы алакөздікті көрген сайын жаны ауырып, қызына үй әперу ойында жүрген. Бірақ бизнесін сату емес, өзіндік есеп жоспары бар еді. Қызының өктемдігі өңменнен өтсе де үндемеді. Мәселені тез шешпесе, жазылмас өкпеге ұласырып сезіп, май бекетін сатып пәтер әперді. Әкесінің бұл қылығы әрине ұл мен келінге ұнамады. Байқайды келін мен баланың өкпелері қарағазандай. Кейде сөздерімен, кейде іс әрекеттерімен білдіріп қояды. Бірін көрмегенсіп, бірін естімеген боп, жаба тоқып жүре берді. Әкесінің үйленем деуі сыныққа сылтау табылғандай, өкпенің отын өрлеп тереңдете түсті. Оны өшкісі келмей үйленуден бас тартты. Әйтпесе, Жәмила өте жақсы кісі еді, мінезі де жайлы, түсінігі де мол. Ертеректе мұның әй дегені балаларына өтетін, ол кезде жас еді, алымды, қарымды еді. Бүгіндері ондан айырылған. Ұрпағы өсті, өз қолдары өз ауыздарына жетті. Енді ешкімнің ақылына зәру емес, өз ақылдары өздеріне жетеді. Көңілі ортайып, бейне бір деме іздегендей, пана іздеген торғайдан бірде үлкен ұлдыкіне де барып көрген. Дана қазақ келін түскен соң біраз уақыт ата енемен тұрған дұрыс деп бекер айтпаса керек. Өзге елге тез сіңу оңай емес. Сол бірер жылда енеден біраз нәрсе үйреніп пысиды. Отбасындағылармен өз туыс бауырындай жақын араласып, бала сүйіп, ана болып, әйел келін жар болудың, отбасылық өмірдің қыр-сырын төселеді. Келген еліне жақындық, жанашырлық, сыйластық, түсіністік, тілеулестік сезім қалыптасады. Бала мен келінді оқуларын аяқтасын деп Алматыға қоя берді. Өздері би, өздері қожа. Әуеліде жастықпен білімет, бертін келе жандары соған үйренді. Әлемде екеуінен басқа адам жоқтай, тапқан таяғандарын бауырларына басты. Олар институт бітіретін жылдары 2-ші келін түсіп, алдындағылардың көктен тілегендері жерден табылып саяқ етті. Әуелден бөлек тұрғандықтан ба, бұл жаққа бөтен. «Папа, неше күнге келдіңіз?» депті келін бірнеше күн қонақ болған атасына. Бұл сөз жүрегіне инедей қадалған. Бұл оқиғаны әрмен қарай өз атамның әңгімесіне жалғастырайын. Ой, несін айтайын, қалды кеу. Қазіргі ермегі мұна таңылған керуетте жатып, 4 қабырғамен сөйлесу, тілдесу. Ол біраз үнсіз қалды. Дір-дір еткен икемге келер оң қолын әзер көтеріп, суланған езуін сүрткен болды. Қатқан теріде еті қашып, қураған саусақтары тебіндеп, өсіңкіреген сақал мұртына тигенде сықырлаған үн шықты. «Алладан не тілейтінді білесің бе?» деді шалқая жатқан басын зорға бұрып. «Көзім жұмылған қалпы таңертең оянбай қалсам деймін». «О, не деген? Омеке, Құдай сақтасын, олай. Аллаға өкпем жоқ, ол маған бәрін берді» деп тағы тоқтады. «Иә, бәрін берді. Қызмет, дәулет, ұрпақ. Бірақ баянсыз болды. Ақыры оңбады». «Қойыңыз, олай демеңіз, Омеке». Солай. Ақырын бер деп неге айтқан бұрынғылар? Жас кездегі дәуреннің емес, қартайғандағы өміріңнің күйі мәндірек. Дүниенің буына елтіп, қызметтің қызығына түсіп, әлде бәрін өзім өткізіп алдым ба? Қалай ойлайсың? Жоға, әйелім кеткен соңда біраз нәрсенің байыбына бармаппын. Зайыбыңды алдым, енді ойланарсың деген екен ау бұл тағдыр.
Жәмилаға үйленбегеніме, сендердің айтқандарыңа құлақ аспағаныма өкінемін. Неге екенін білесің бе? Жауап күткендей маған көз қиығын салды. Оған үнсіз сұраулы қарадым. Өз дәретіңді өзің төгуге жарамай жатырғаныңда, әуретіңді ұрпағыңа көрсетуден қымсынғаннан асқан азап жоқ екен. Келіндерді бұлай қойғанда екі ұлдың өзіне көрсеткім келмейді. Ұшынып қалар ма, жеркеніп қалар ма дегенде ой болады. Ал ол екеуі сырттай жеркеніп өздері қашты, жоламады. Сосын күтуші жалдады. Бар болғыр бала тамағымды береді, ас-түстімді тазалайды. Бірақ ол да өрімдей жас. Мен аударғанда, тазалағанда, ол да өзімде қиналмайын деп тамақты да тарта ішемін. Араным сау ғой, қалай ішпей тұрарсың? Жата берген соң ішіңде қатады. Қазір жамбасым ойылып қалды, ашиды, ауырады. Жумай ма? Жуады. Әне бір майлы ма, суы ма, шүберекпен сүртеді. Обалына не керек? Ол үстімдегі жайманы ашқан сайын қысыламын. Сен оған жас деп емес, дәрігер деп қара. Құрдас, айту, ақыл беру оңай. Менің қалімді басыңа түскен ғана біледі. Жәмилаға үйленгенінде тым құрса осы күйімді түсінер еді. Жаныма жалау болар ма еді, әңгімелесер ме еді, жалғыз қоймай көңіл бөлер ма еді деймін да. Адам көңілден жүдейді. Балалар жанымнан алшақтамасын деп Жәмиланы қолымнан жіберіп алдым. Мұным бекер болды. Сайып келгенде ұл да қыз да өз жағдайын жасап кетті. Бір шаңырақта тұрып бас сұқпаулары, папа қалайсың демеулері, мүмкін сасып жатырған шығармын, мүмкін түрім қорқынышты шығар, әлде жүк болдым ба екен. Бала ғой, жас қой, өкпелеме. Өкпелеме, бар жағдай осы. Мені әйелімнің алдында ал деп біліп айтыпты шалдар. Ауру әйелге болсын, ерге болсын оңай емес. Ауру кірді, әлек кірді дегене деп көзін сулап алды. Сосын тез өзін жинап, айып етпе деді, кінәлі адамдай жау таңдап босап кеттім бе. Адам мықты болудан да шаршайды, қажиды екен. Кейде оңашада осылай сәл сасып қалдым, өмеке, мүмкін сақал мұртыңды алып берермін дедім әңгімені басқа арнаға бұрып. Өсіп кетіпті ме? Әрине деді күліп. Күлді деген өтірік күлудің ырымын жасады. Міне енді жігіт болдың деп әзілдедім сақал мұртын алып болып. Шыныңды айтшы, осы бөлменің іші сасық па? Жоқ, неге олай дейсің? Қайдам, келгендер кеткенше асығады. Немерелер тіпті кірмейді. Қанша ақ төсекке жатқызып күтуші жалдаса да, терезе ашып желдетсе де бөлме ішінен сіңіп қалған жағымсыз иістің бары рас еді. Өтірігімді кәні көз досым сезіп қойғандай. Әрине иісі болады ғой енді, деп қойды жай ғана. Сосын әңгіме төркінін күрт бұрып, денемді жансыз қып, тек тілімді сайратып қойғанша тілімді алып, мылқау қып, денемді неге сау етпедің деп Аллаға кейде наз айтамын, деді ол тағы да. Қой, күпірлік етпе, әлі де айғып кетесің, сынақ қой, сынақ, деп айтқанмын. Олай болмасын, екеуміз де білеміз. Иә, сынақ. Көнбеске амал бар ма? Кеудеңнен жаның шықпаған соң бәріне көнесің. Көнбей пенде қайда барады? Бұл дүниеде сынағы болса, о дүниемде жұмағы болар, жаратқанның маған деген. Сондықтан сен шал күпірлік етпе. Күнде келіп 5-10 минут жанымда отырып кетсеңші дейін десем, сен де жас емессің, үй арасы да алыс. Марқайып қаламын сен келгенде, деп жымиды. Барыңды бағала, кемпіріңнің амандығын тіле. Келіскенімді білдіріп басымды изедім. Алла ер мен әйелді бекер егізетпеген. Балаң ұрпағың ол да керек. Әйтсе де ең жақының жарың. Зәуре дұрыс істемеді, мені тастап кетті. Алланың ісі ғой. Иә, Зәуре болғанда бұлай болмас па еді. Шаңырағымда шырай болар ма еді? Балаларда басқаша болар ма еді? Ауруымда жеңілдеу болар ма еді деген сандырақ қой менікі. Жамбасым ойылмас па еді?
әңгімелесіп қасымда отырар еді. Ұрсар ма едік, оның күңкілдеп ұрсқанында сағындым мен бейбақ. Пенде ғаріп болғанда ненің болсын қадірін түсінеді. Бәрі кеш. Бірінші мен кетуім керек еді. Мүмкін менің қиналғанымды көрмегенде дұрыс шығар. Оған да оңай болмас еді. Алла адамды қор қылмасын. Кейде қай пейілімнен таптым деп қалам. Жас шақта көз сүзген керім келіншектерге желікпедім. Некенің ақ төсегін былғамадым. Бұл ақталғандығым емес, табиғатым әуелден лас-затты сүймейтін. Балалар деп өмір сүрдім. Кереуетке таңылып жатқанда ойлануға уақыт көп. Мені алжыды демегім. Жоға, о несі? Балаларға неге сүйкімсіз болдым қалдеке? Беттерінен қақпадым, жаман әдетпен жүректерін жараламадым. Алысқанмен алыстым, жарысқанмен жарыстым. Әкелік міндеттерімді атқардым деуші едім. Қай жерден қате кеттім? Нені ұқпадым екен? Маңдайларына жел боп тимедім, қатты айтып қабақ шытпадым. Неге менің қадірім қалмады? Қой енді, таусылма, жас қой, түсінер. Ол кезде кеш болмай ма? Осы ауыр жүкпен аттанғаным келмейді. Қай жерде мүлт кеттім, нені ескермедім айтшы. Қой енді, қой, қателескен жоқсың. Балалар неге өзімшіл, неге қатты ес? Ойланамда жауабын іздеймін. Қой енді, шаршап қаласың. Тым құрыса саған айтып ішімді босатайыншы. Әуелгіде балаларыма ренжідім, өкпеледім. Сосын өкпені қойып іштей өзіме есеп бердім. Кіммін? Не бітірдім? Не деп кетіп барамын? Отағасымын, еркекпін, асыраушымын. Ол деген не? Асырадым, ештеңеден кенде етпедім. Отағасы боп отау көтердім, сонымен болды ма? Сол отаудың іргетасын қалай қаладым, қалай қаланап жатыр. Кірпіші қалай өріліп жатыр. Оған мән бермеппін. Сырттан табыс тапқаныма мәз болыппын. Ал ішкі табысым мен өнімнің қандай. Қызымды қуыршақтай киіндіріп, ұлымды сұлтандай сұлуға алғанша неге білектерінен ұстап, қолдарынан жетектеп, ақсақалдардың ақылын тыңдатпадым екен. Көргенділердің көлеңкесіне саялатпадым. Еткен еңбекпен төгілген тердің құны мен қадірін білуге неге үйретпедім? Бұл бірінші қателігім. Екінші, не бітірдім? Бітіргенім ұрпақ әкелдім. Ішіндірдім, кейіндірдім, бары сол ма? Ұрпақты итті де өрпітеді. Ұл мен қыздың жанына неге ізгіліктің ізін, мейірімнің мәйегін себуге көңіл бөлмедім? Дайын асқа тік қасық болуды өзім үйретіп, енді әр ауыз өз қарын толтыруда ойласа неге ренжуім керек? Ата-ананың қадірін, бауырдың бағасын, татулықтың тағылымын, тәубешіліктің тәлімін үйретпесем, неге кімге өкпелеймін? Үшіншіден, ал енді бір аяғым көрде тұр, не деп кетіп барамын? Ірге тасы осал үй тұрғыздым. Өзімшіл ойсыз ұрпақ өрбіттім. Баянсыз боқ дүние жинадым. Алла берген екі өлген нығмет уақыт пен денсаулықты бағаламадым. Уақытты өтпестей көрдім. Денсаулықты кетпестей көрдім деп кетіп барамын. Бар денемді байлап, ойым мен тілімді бос қойды. Алла мені ойлансын және оны сендерге, балалардың тыңдамасын білемін ғой. Айтсын, іштегі өкініш өксігін шығарсын деген болар. Сен қалай ойлайсың? Мен тек тыңдап, басым салбырап отырғанмын. Қалай ойлайсың дегендегі дауысы өзгеріп, бейне бір алыстап кеткен кісінің үнде естілді. Жалт қарадым. Қарадым да шошып кеттім. Әлсіреп талықсып барады екен. Ұшып тұрып бетіне үңілдім. Көзінің қиығынан жас тамшылары сырғып самайына жетіп, әрі қарай жастыққа түсті. Дәрігер шақырдық. Тынышталдыратын дәрі ектік. Енді біраз уақыт тынықсын, мазаламаңыздар деді. Біраз отырып мен үйге кеттім. Кішкентайдан бірге өскен қимасым ғой. Жаным ашыды, жүрегім ауырды. Еріксіз көзімнен жас шықты.
ие бола алмадым. Жас балаша еңіредім жолай. Саған жеткенше асықтым кемпір. Ертеңімді алла білет. Ұлдарымның өрелі, қыздарымның өнегелі болғаны, көңілімнің күйі болғаны, ұрпағымның сыйы болғаны, отауымның шуақты болғаны, жылуының қуатты болғаны сен арқаң. Қазыналы әке болдым ба, қазымыр әке болдым ба білмеймін ұлым. Бірақ мына отырған анаң жақсы жар, жақсы әйел, жақсы ана, жақсы адам екендігіне кәмілмін. Аналарың аман болсын деді. Сіз де аман болыңыз папа, деді ұлы. Сіз айтқан өрелі ұл, өнегелі ұрпақ бола алдым ба білмеймін. Бірақ сіздердей әке шешемді мақтан тұтамын. Жыламаңыз, көзіңізден тамған бір тамшы жасыңызға жаным садақа. Деп әкесін құшақтап маңдайын тіреді ұлы. Еріксіз жанарым жасқа толды. Апама қарасам, жаулығының ұшымен көзін сүртіп отыр екен.